Туыстар, бұл енді бәріміздің қазамыз. Дулатпен аға бауыр сияқты араласып едік. Біздің бауырларымыз, біздің осы ата жұрттың жігіттері тіпті осы үйге де келіп қонақ болып қайтқан болатын. Дулат менің басыма ауыр күн туғанда, біздің үйімнің басына ауыр күн туғанда, сол майканы, менің суретім басылған майканы киіп, қаншама сотқа қатысты. Сотқа барғанда бірінші Дулатты іздейтін. Сол рухымен, сол бір ерлігімен, бір үміт сыйлап, кімге болса да бір күш беретін, бір тасып тұрған энергиясы бар еді. Енді ол Дулаттың осында анасына, бала шағасына, жұбайына қайғырамыз, қайғырып көңіл айтамыз. Ол бүкіл қазақтың қайғысы болды. Бүкіл қазақтың қайғысы бұл. Бүкіл Алталаштың қайғысы. Бұл енді қазақ халқы үшін зор жоғалту, орны толмайтын өкініш. Бұлай болмауы тиіс еді. Бірақ міне Германиядан Өмірхан Алтын деген ағамыз қазақ. Ол кісі де міне ертең Еуропарламентте осы Дулат Ағаділдің жұмысын көтереміз деп бүгін түстен бұрын бізбен жоспарластық. Түнімен бір құжаттар дайындаймыз. Ертең ол кісі Еуропарламентте көтереді. Біз кеше бүкіл халықаралық ұйымдарға бердік. Бүгін міне бүкіл халықаралық басылымдар әлгінде тағы біз соны аударып салдық. Халықаралық басылымдар Дулат Ағаділ туралы ағылшын тілді басылымдар жазып үлгірді. Бұл ақиқат түптің түбі ашылады. Күн мың жерінен тұман болса да, аспанды мың жерінен қара бұлт торласа да түбі бір ашылмай қоймайды. Қараңғы түн қанша қараңғы болса да күн бәрібір шықпай қоймайды. Дулаттай бауыры бар, Дулаттай баласы бар, Дулаттай туысқаны бар, сіздер бақыттысыздар. Қазақ дейтін халық езіліп, бәріміздің рухымыз жаншылып, мүжіліп кеткенде, осындай бір бауырымыздың шыққаны қаншамыздың жүрегімізге үміт ұялады. Ол ең соңғы өзінің өлімінің өзімен бізді тәрбиелеп кетті. Оның өлімінің өзі бізге бір үлгі, өлімінің өзі бізге бір сабақ, өлімінің өзі бізге бір күш қуат берді. Жақсы адамның істеген ісі де, сөйлеген сөзі де, ең соңғы өлімі де міне тұтас халқына қандай күш беріп отыр. Біздің ұлтымыздың ұйысуына, біздің ұлтымыздың оянуына Дулаттай еңбек еткен азамат кемде кем. Дулат анау Қытайдан қашып келген екі бейшара қазақтың сотына ту сонау Зайсанға дейін барып, соны бүкіл әлеуметтік желіде көтеріп, қаншама істерде сол ұйытқы болып жүрді. Басы бір араға қосылмайтын қазақтың серкелерінің бәрімен шығысатын, бәрімен тіл табысатын, сондай бір берекенің адам еді. Ірткінің адам емес болатын. Бір-бірін көріспейтін екі қазақтың басын бір араға қоса алатын еді. Халқына лидер болатын. Халқын тура жолға бастайтын бір азамат еді. Қайтеміз, қапыда айырылдық. Бұл ақиқат бір күні ашылады. Қайғыра бермеңіздер. Тұтас қазақтың қайғысы. Біз осында барлық туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Ертең Құдай қаласа сол жаназаға да келіп қатысамыз. Мүмкін енді жаназаға басқа кейбір халықтар үлгіріп те келе алмайтын шығар, бірақ біз үлгіріп келуге мүмкіндігінше тырысамыз. Жолдар жабылып қалуда мүмкін деген сөздер айтылып жатыр. Бірақ біз қалай болмасын келуге тырысамыз. Қалай болсын, халық сіздермен бірге, біз сіздермен біргеміз. Жалғыз емес сіздер. Молдалар шариғатты да айтқан шығар. Бұл енді Құдайдың тағдыры. Біз Құдайдың бірлігіне, барлығына сеніп иман келтіретін, Құдайдың түсірген барша кітаптарына сеніп иман келтіретін, соңғы кітап Құран Кәримге сеніп иман келтіретін, Құдайдың барша пайғамбарларына сеніп иман келтіретін, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбары және құлы деп сеніп иман келтіретін, Құдайдың барша періштелеріне сеніп иман келтіретін, мұсылманбыз ең соңғы сенімнің бірі Құдайдың жазған тағдырына сеніп иман келтіру. Бұл енді Дулатқа Құдай тағаланың жазған тағдыры, ажал туралы Аллахтың Құранда аяттары да бар, хадистерде бар. Ажал бір минут, бір дақиқа кері шегінбейді, не ілгерілемейді дейді. Бұл Аллах тағаланың осы
Дулат бауырымызға жазған тағдыры, бірақ қысқа ғана өмірінде 100 жасаған қарт істей алмайтын істі істеп кетті. Қысқа ғана өмірінде қазақтың ғасырлар бойы мүжіліп кеткен, түсіп кеткен рухын көтеріп кетті. Қысқасы өлімінің өзі қазақтың рухын көтеріп кетті. Дулат, ол біздің жүрегімізде мәңгі тірі. Дулат туралы ертең дастандар, кітаптар жазылар, көшелер берілер, музейлер қойылар. Себебі ол қазақтың осы соңғы құлдық замандағы батыры деп бағалауға болады. Қайғырмаңыздар, қайғы бәріміздікі, қайғы тұтас қазақтікі, қайғы алталаштың қайғысы. Бекен болыңыздар, өздеріңізге мықты болыңыздар. Артында 6 ұрпағы қалыпты, артында ізі бар басатын. Сол баладардың болашағын ойлайық, сол баладардың амандығын тілейік. Ел болып, жұрт болып ортақ, соларды өсірейік, тәрбиелейік. Міне Дулаттың артында қалған ізі бар. Міне бұл да Құдайдың оған берген бағы, халыққа берген бағы. Қайғырамыз, қайтеміз, ештеңе орнына келмейді. Бірақ түптің түбінде бір ақиқат ашылады. Қандықолдар түптің түбінде жазадан қашып құтылмайды. 5 минуттық, 5 күндік мынау пәниден мүмкін біреулер құтылар, біреулер көзімізді көлегейлер. Бірақ шексіз әділетті Құдайдың алдында барлық шындық ашылары хақ. Соған сенейік. Рахмет. Айтып өтсеңіз. Бұл қазақта Дулат Ағаділ сияқты, Дулат Ағаділ бауырымыз сияқты жігіттер аз болып тұр. Біріншісі ол ғасырға созылған бодандықтың нәтижесі, екіншісі біздің бүкіл идеологиямыз. Мейлі ол идеология дегенде саяси идеология, әдеби тәлім тәрбиелік идеология, тіпті діни идеологиямыз тұтасымен жаттың қолында болды. Біздің халқымызды тек қана ғасырлар бойы наркоздаумен келді. Біздің халқымыз өзін өзі әлі танып жете алмай отыр. Бейне ғасырлар бойы осы құлдық санада өмір сүргеніміз сияқты, немесе ұзақ уақыт 10 жыл 15 жыл төсек тартып жатқан адам бірден сауығып кете алмаған сияқты. Біздің халқымыз егер осындай трагедиялар қайталанбайсын дейтін болса, ол міндетті түрде алдымен біріншісі халық өзінде сондай бір күшті, қуатты ұлттық рух болу керек. Бейне Дулат Ағаділ бауырымыздың рухы сияқты. Енді Дулаттың ең бір көрнекі қасиеті ол тұтас адам баласын сүйді. Қазақты өзінің кланына, саяси көзқарасына, шыққан жеріне, немесе әлде бір топта екеніне қарамай, ол солардың барлығымен тіл табыса білетін. Және олардың басын бір араға қоса алатын өзінің бір сондай бір керемет дарындылығы, шеберлігі, басшылық қабілеті барлығы бар жігіт еді. Ол Тусонау Зайсандағы құрттай ғана Зайсан осыдан 1000 километрден да алыс жер. Сол жердегі анау Қытайдан қашып келген Қастер Мұсаханұлы мен мұрагер Әлімұлының сотына дейін барды. Ал енді ол осы соттың қалай ол қолдап бастады, оған Қазақстандағы қытайшыл күштердің шабуылы да өте қауырт жүрді. Әлеуметтік желі Facebook пен Twitterде, Instagramда Дулатқа жасалған қытайшылдардың шабуылы да ерапайсыз болды. Олардың әрине қытайшыл десе ол Тусонау алыстан жаңағы тіс орсып Қытай келіп оған шабуылдап жатқан жоқ. Олар ақшасымен сатып алған өзіміздің қазақтар. Ол қазақтардың ішінде Мүйізі Қарағайдай зиялылар да бар, Мүйізі Қарағайдай саясаткерлер де бар. Сол жалдамалы жазғыштар Дулатқа қаншама уытты шабуылдарын жасап, әлеуметтік желіде қырғын тартыс болып жататын. Біз ұлттық мәселеде бір тудың астына жинала алмағанбыз. Біз сол Кенесарының артынан ермей басын шаптырып қарап отырдық. Біз сол Шәкәрім Құдайбердіні қара сартып қатқызып тастап қарап отырған халықпыз. Біз сол Мәскеу өрден тақса, темір тертек тақса, хандарымызды тастап қойып, әр жерден әрқайсымыз сұлтан болып, Мәскеуден, Петербургдан тон киіп шекпен кигенімізге мәз болған халықпыз. Міне сол қанша ғасырдың алдында болған болса, бүгінде солай. Біз мүдде үшін баламызға жұмыс деп, өзімізге бір мәртебе деп, қандай да бір лақтырған сүйекке мәз болып, кәмпитке алданған, тәттіге алданған кішкентай бала ұқсап, барлығымыз өзіміздің ұлттық мүддемізді аяққа тастап отырған бейшара халықпыз. Соның айқын көрінісі міне Дулат Ағаділ. Дулат ісімен үлгі жасады, сөзімен емес. Біздің ескі алдыңғы зиялыларымыз өздерінің бір жазған газеттегі мақаласын немесе бір жердегі әсерленіп айтқан сөзін мен ұлт үшін жұмыс істеп жатырмын деп ойлайтын. Олардың басты қателігі, олар қарекетте жоқ еді.
Олар тек айтқанды білетін, жазғанды білетін, және соны мен ұлтым үшін істеп жатырмын деп ойлайтын. Айтылған айтқан жерде, жазған жерде шашылып қала берген. Ал Дулат осының бәрін ісімен дәлелдеді. Ол халыққа және басқаларға қазақты қалай сүюге болатынын көрсетті. Және басқалармен қалай одақтасуға болатынын көрсетті. Ұқсамаған көзқарастармен қалай бірігетінін, бір-біріне саяси ұстаным ұқсамаған адамдармен де ортақ мүддеде қалай тіл табысуға болатынын сондай бір саяси сауаттылықпен көрсете білді. Ол тек қана осы Қазақстанда қазақты емес, бүкіл жер жүзіндегі қазақты сүйе білген, жүрегі сондай кең азамат еді. Бәрін үйіне шақырып, бауырына басып, осы Астанадағы азаматтарымызды осы үйге неше мәрте қонаққа да шақырып, Алматыға барған сәтінде де, тіпті Астанада болған менің соттарымда да ол қаншама мәрте қатынасты. Ондай шаршамайтын, қайтпайтын, мұқалмайтын, тайсалмайтын қазақты өте сирек кезіктіресің. Енді Құдай тағала да әркімді бір ерекше бір болмыспен жаратады ғой. Біреуге бір түрлі дарын береді, біреуге бір түрлі талантын береді. Дулатқа ұлты үшін сондай бір қайтпайтын бір қайсарлық берді. Өкініш, сол қайтпайтын қайсарлығы менен, сол ұлтын сүйген батыл жүрегі менен, тоқтаусыз шаршамайтын, тынбайтын мінезі менен, еш боямасыз адал қалтқысыздығы менен міне осындай тағдыр болды. Біз үшін нөмірі бірінші кезектегі тақырып ұлт ретінде сақталып қаламыз ба, жоқ жер жүзінен жойылып кеткен мыңдаған ұлттар болды бұғынға дейін. Мына Ресейдің өзінде қаншама халықтар жойылып кетті, Қытайдың өзінде қаншама жүздеген халықтар жойылып кетті. Тура солар сияқты жер жүзінен жойыламыз. Енді тағы да айналып келіп Дулат бауырымызға айтамыз. Бізде осындай қазақтар көбейгенде ғана бізден үміт бар. Ал егер бізде Дулат сияқты қазақтар, міне сол Дулатты біз жер қойнына тапсырған сияқты тапсырып, сонымен бірге ол сияқты қазақтар ендігі ары шықпаса, онда біздің ұлт ретінде біткеніміз сол. Құдай одан сақтасын. Жақсы, рахмет үлкен рахмет.